Барлықтарына қайырлы күн. Арнада ұбт Макс білім беру орталығы. Бүгін біз сіздермен нағыз ұбт сұрақтарын талдаймыз, яғни математика пәні бойынша. Жалпы өзім таныстырып өтейін. Есімім Бекбаев Бағдат, математика және математикалық сауаттылық пәндерінің мұғалімі болам. Өзімнің ұбт балым 137, математикалық сауаттылықтан 20-дан 20, математика пәні бойынша 40-тан 40. ұбт-ға дайындаудан тәжірибем бар, 1 жылдық тәжірибем бар, 70-ке жуық оқушы дайындағам. Ендеше математика пәні бойынша келген ұбт сұрақтарын талдауға кірісейік. Бірінші есеп логарифмге қатысты есеп екен. Бұны шығару үшін бізде өте қарапайым. Логарифм 8 негізді 4 және логарифм 8 негізді 16. Екеуін біз былай жазуға болады. Логарифм 8 негізді 4 қосылған логарифм 8 негізді 16. Екеуін ұқсас болғандықтан бұны былай жаза саламыз. Логарифм 8 негізді 4 көбейтілген 16, яғни ол болады бізде 64-ке. Ал бұның мәні қандай санның 8-дің қандай дәрежесінде 64 болады? Әрине 2, яғни 8-дің квадраты. Бізде мына жер өрнектің мына бөлігі 2-ке тең болды. Енді екінші бөлігін табайық. 25-тің дәрежесі деген, 25-тің логарифм 5 дәрежелі 3 тең болады қаншаға? Біз 25-ті өрнекте болайық. 25 дегеніміз не ол бізде? 5 квадрат, 5 квадрат көбейтілген логарифм 5 негізді 3 деуге болады. Ал 2 егер логарифм сыртында көбейтіліп тұрса, ол 3-тің дәрежесіне барады. Оны бұлай жазуға болады. Логарифм 5 негізді 5. Кешірім сұраймын, мына жерде логарифм дәрежеде тұрады. Демек біз бірінші 5 жазамыз. 5 дәрежеде тұрады бізде 2 3-тің квадраты болып кетеді. Логарифм 5 негізді 3-тің квадраты дегеніміз 9. Демек, бұл жерде 5 дәрежелі логарифм 5-тің 9. Бізде мынандай формула бар. А логарифм А негізді Б бізде Б-ны береді. Б-ны береді. Демек, осыны қолдана саламыз, бізде 9 шығады екен. Өрнектің мына бөлігі 2, мына бөлігі 9-ға тең. 2-ге 9 қосамыз, бізде жауап 11-ге тең болады. Демек, вариант бізде Е болады екен. Енді бұл есеп түсінікті болса, келесі есепке өтейік. Екінші есепті талқылайық. Бұл жерде бізде функцияның графигін берген. Бұл жерде түбірастың минустан басы болады. Түбірасын жазамыз. Және ордината осі бойынша бірге артқан, оны плюс 1 дейміз. Негізгі түбірасты x-тің функциясы бізде бұлайынан беріледі. Ал бізде негізгі берілген функция ол керісінше жазылған. Демек, x-тің минус таңбаларында y-тің плюс таңбалар шығу керек. Оны біз бұлай жазамыз. x-тің алдына минус таңбасын қоямыз. Енді іздейміз мына жерде x-тің алдына минус таңбасы. Және де сонымен қатар 2 бізде абсцисса осі бойынша 2-ге жылжыған екен. Демек, бізде жауабы бізде мына вариант қарастырылады, және де мына вариант, яғни плюс 1-лер қалған сызып тастауға болады. Сонымен қатар бізде айтады x-дің алдындағы таңбасы минусқа тең болу керек деп. Ол міне. Мына плюс 2, мына минус 2. Себебі 2-ге жылжиды. Мынаны минусты общий алсақ, егер сол кезде минус 2 болады. Яғни абсцисса осі бойынша 2-ге жылжығаны минус 2 болады. Бірақ екеуінің минусын ортақ қылып алған, сол кезде 2 минус x плюс 1 болады. Жауабы бізде Е болады екен. Келесі есеп. Бірінші кітаптағы беттердің саны екінші кітаптағы беттердің санының 40%-ын құрайды. Ал үшінші кітаптағы беттердің саны екінші кітаптағы беттердің 5/3 бөлігін құрайды. Егер үш кітаптағы беттердің қосындысы 500 болса, онда әр кітаптың беттер санын анықтаңыз дейді. Бүйтейік біз. Үш түрлі кітаптағы беттер саны бар бізде. Біріншісін x деп алайық. Айтады, бірінші кітаптағы беттердің саны екінші кітаптағы беттердің санының 40%-ын құрайды. Демек, жоқ, біріншісін емес, біз былай істейік. 1, 2, 3 деп алайық. Осының екіншісін x деп алайық. Себебі бізге осы айнымалы арқылы өрнек құрған оңай болады. Айтады, бірінші кітаптағы беттердің саны, яғни мынау, екінші кітаптағы беттердің санының 40%-ын құрайды. Демек, 0,4 көбейтілген x деп алуға болады.
Екіншісі x. Ал үшінші кітаптағы беттердің саны екінші кітаптағы беттердің 5-тен 3 бөлігін құрайды. Яғни бұл 5-тен 3 x деуге болады, иә. Егер үш кітаптағы беттердің қосындысы 500 болса, онда әр кітаптың беттер санын анықтаңыз дейді. Демек, осы үшеуінің қосындысы 500 екен. Сол туралы өрнек жазамыз енді. 04x қосылған x қосылған 5-тен 3 x-қа тең болады 500 дейді. Осы жерден x-ің мәнін тауып ала салайық. Бізде 5-тен 3 дегеніміз ол, бізде неше кетен? 0,16-ға тең, иә. 0,14x қосылған 0,16x бізде береді 1x-ті. x болады, демек 2x болады жауабы. Ал мына жерде 500 болады. x-тің мәні бізде 250-ге тең. Демек, мына жердегі варианттан екінші кітаптың беттер саны 250 деген таба саламыз. Мінекей D варианты, иә. Осы дұрыс болады. Мына екеуін тексеріп көре салуға болады. 250-ді 0,4-ке көбейтсек 100 шығады. 250-ді 5-ке бөліп 50 болады. 3-ке көбейтсек 150. Демек, осы вариант болады. D варианты. Бұл бізде үшінші есеп. Төртінші есеп, бұл жерде тригонометрияға қатысты екен. Синус квадрат x көбейтілген косинус x азайтылған косинус x қосылған 1 дейді. Бұл жерде бізге оңай болу үшін синус квадрат x және косинус x минус косинус x қосылған 1. Так, бізде бұлай істеуге болады. Мына синус бізде мынандай формула бар. Барлықтарыңызға белгілі. Синус квадрат x қосылған косинус квадрат x-қа тең болады 1-ге деген, иә. Демек, осы жерде синус квадрат x-ті осы арқылы өрнектей саламыз. Сол кезде бізде 1 азайтылған косинус квадрат x болады. Және көбейтілген, жақша қаласылайын, көбейтілген косинус x-қа. Сонымен қатар азайтылған косинус x қосылған 1 бар екен бізде. Так, екеуінен де косинусты сыртқа шығарып жіберуге болады. Немесе жақшаны ашуға да болады. Жақшаны ашатын болсақ, бізде косинус x азайтылған косинус куб x-ға және азайтылған косинус x, одан кейін қосылған 1-ге. Так, мына екеуін біз қысқарт жүрге болады. Косинус x, азайтылған косинус x бізде қысқарады. Демек, минус косинустың кубы x қосылған 1-ге. Бұл дегеніміз не бізде? 1 азайтылған косинустың куб x-на тең, иә. 1 минус косинус x кубқа тең. Бізде вариант болады, сонда a болады екен, иә. Так, бізде бұл 4-ші есеп. Бұл бізде 4-ші есеп. Вариант a болды, енді 5-ші есепке. Так, векторлардың арасындағы бізге вектордың I, J, K берген. Осы векторлардың арасында бұрышын табыңыз дейді. Бұны бірақ формуламен шығарамыз. Қарапайым ғана косинус альфа, яғни екі вектордың арасында бұрышты альфа деп аламыз. Косинус альфа тең болады. Астына түбірасты аламыз, яғни екі вектордың ұзындығын жазамыз. Бұл I-ның коэффициентінің квадраты қосылған J-дің коэффициентінің квадраты және де K-ның коэффициентінің квадраты. Ол дегеніміз 4 қосылған 25 қосылған 1-ге және көбейтілген екінші векторды тура солай аламыз. 1 қосылған 1 қосылған 9, иә. Үстіне бүйтіп аламыз. Екі вектордың арасында бұрыш табу үшін бөлшектің бөлімі, алымы бізде I-ларының коэффициенттерінің көбейтіндісі, J-ларының коэффициенттерінің көбейтіндісі және K-ларының коэффициенттерінің көбейтіндісінің қосындысы болады. Яғни I-ның алдында 1, неқта 2. 2 дейміз, қосылған. Неқта минус 1, неқта 5. Екеуінің көбейтіндісі минус 5. Қосылған минус 5. Және K-ның алдында минус 1, неқта минус 3. Көбейтіндісі бізде плюс 3 береді. Қосылған плюс 3. Бізде бірден таба салуға болады, мына жерде. Өте оңай жолмен. Бұл дегеніміз қараңыздар. 2 азайтылған 5, қосылған 3. Бізде минус 3 береді, қосылған 3. Демек 0 береді. Бөлшектің бөлімі бізге қызық емес, себебі алымы 0. Қай кезде алымы 0 болады? Ал егер алымы 0 болса, бөлшектің мәні 0-ге тең демек. Бұл жерде жауап косинус альфа тең 0. Қай кезде 0 болады? 90 градус кезде. 90 градуста 0,
180 0 емес, 30 0 емес, 60 0 болмайды, 45 0 болмайды. P бөлінген 3 болмайды, пи бөлінген 6 болмайды, пи бөлінген 2. Бұл да бізде 90 градусқа тең. Демек, жауабы А мен H-қа тең екен, е. Есеп түсінікті болса, так, 6-шы есепке өтейік. 6-шы есепте теңдеуді шешу керек екен. Өте оңай теңдеу. Пропорциямен шығара саламыз. Түбірасты x-тардың квадраты, немесе бүйтіп жаза салайын, түбірасты x көбейтілген түбірасты x-қа тең болады бізде 3x квадратқа. Екеуінің көбейтіндісі x-ті береді, түбірасты қысқарып 3x квадратқа. 3x квадрат азайтылған x бізде береді 0-ді. Бұл жерден x сыртқа шығарып жібереміз, 3x қалады, азайтылған 1 тең 0-ге. X-дің екі түрлі мәні болады, ол x1 0-ге, x2 тең. Мына жақшаның ішінде 0-ге теңестіреміз. Демек 0-ге теңестірсек, онда мынандай болады бізде. 3x минус 1 тең 0-ге, 3x тең 1-ге, x-тен 1 бөлінген 3-ге. 1 бөлінген 3 дейміз. Бірақ бір ескеретін жайт. Көп адамдар осы кезде алады да Б вариантын белгілей салады. 0 мен 3-тен 1 деп. Бірақ бұл қате. Себебі бізде өрнектің, яғни теңдеудің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Яғни бөлімі дегеніміз түбірасты x. Егер x-ның орнына 0 қойдын болсақ, онда бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып қалады. Сондықтан біз тек бір ғана жауапты аламыз, ол 3-тен 1. Мынау өрнектің шарттарын қанағаттандыратын. Бізде сонда жауап болады 3-тен 1-ге. Сонда бізде вариант D болды 6-шы есеп. Енді 7-ші есеп шығарайық. Тізбектес 5 бүтін сандардың алғашқы үшеуінің қосындысы соңғы екеуінің қосындысына 1-ге артық. Осы 5 санды табыңыз дейді. Тізбектес сан дегеніміз ол бізде 1-ге артып орталатын сандар. Мысалы 5, 6, 7, 8 деген секілді. 9 деген секілді. Енді осы айтады, тізбектес 5 бүтін сандардың алғашқы үшеуінің қосындысы соңғы екеуінің қосындысынан 1-ге артық дейді. Біз бірінші санды x деп алайық. Осындай бізде 5 сан бар. Келесі x плюс 1, келесі x плюс 2, келесі x плюс 3-ке тең болады. Келесі x плюс 4-ке. Бізде сонда тізбектес 5 бүтін сан пайда болды, Айтады, осылардың алғашқы үшеуінің қосындысы, яғни мына үшеуінің қосындысы соңғы екеуінің қосындысынан 1-ге артық дейді. Мына екеуінің қосындысынан 1-ге артық. Демек, бүйтіп жазамыз. Үшеуінің қосындысы бізде 3x-ті береді, және плюс 3-ті береді, 1 қосылған 2. Тең болады дейді. Мына екеуінің қосындысы бізде 2x қосылған 7-ні береді. Так, 2x қосылған 7-ні береді, Қосылған 7. Және ескеретін шарт, мына екеуінің қосындысынан 1-ге артық дейді. Қайсысы артық? Алғашқы үшеуінің қосындысы 1-ге артық болса, демек соңғы екеуінің қосындысына 1-ді қоссақ, алғашқы үшеуінің қосындысы шығады. Демек, мынандай теңдеу шықты. 3x қосылған 3 тең болады бізде 2x қосылған 8-ге деген, 3x-тан 2x азайтсақ x болады. 8-ден 3 азайтсақ 5 болады. X-тің мәні 5. Мен жазған мысалыма сәйкес келді. Осы 5 санды табыңыз дейді. Бұл бізде 5, 6, 7, 8, 9 екен. Біріншісі 5, келесісі плюс 1, 6 болады. Ол секілді 5, 6, 7, 8, 9. Вариант Е болды бізде. Бұл бізде 7-ші есеп. 7-ші есеп, мынау бізде 8-ші есеп. Так, 8-ші есепте айтады. Мынандай теңдеулер жүйесі берілген дейді. Осының шешімі x y-ға тең болса, y азайтылған x-тің, яғни осы айырымның мәні жатқан аралық табыңыз дейді. Яғни сізде мәнін сұрап тұрған жоқ. Осы мәні, мысалы 5 болса, 5 қандай аралыққа жатады деген секілді сұрақ тұр. ОБТ-да осындай есептер көп келеді, және де бұл жерде жауап бірнеше варианттан тұруы мүмкін. Так, бізде бұл 8-ші есеп екен, логарифмге қатысты. Бұны шығару үшін өте оңай. Бірінші теңдеулер жүйесінің бірінші элементін аламыз. Бұны былай жаза салуға болады. 2-нің 5 дәрежесі тең болады x плюс y-ға. Бұл дегеніміз қанша? 2-нің 3 дәрежесі ол 8, демек 5 дәрежесі 32. 32 тең x плюс y-ға. Бір жүйені біз өзімізге қолайлылық келтірдік. Енді екіншісін табамыз. Так, екіншісінде айтады. Логарифм 3 негізді 2x азайтылған 4 тең болады логарифм 3 негізді y. Бізде мынандай формула бар, логарифм a негізді b және логарифм a негізді
тең болса, егер осы екеуі а негізді, например, бізде с-ға, иә, екеуі екі түрлі, бірақ мына екеуі ұқсас алар. Және де а бізде нөлден үлкен болу керек. Осы а бізде бірден үлкен болу керек. А бізде бірден үлкен болу керек. Сол кезде бізде б мен с-ның мәні тең болады екен. Осыны ескеру керек. А бірден үлкен болады. Немесе тең деген секілді. Үлкен немесе тең. Демек бізде 2х минус 4 және де y-дің мәні тең деп қарастыруға болады. Өйткені олардың негіздері 3. Ал 3 бізде бірден үлкен. 2х азайтылған 4 тең болады бізде y-ға. Және де 32 тең x плюс y-ға. Осы жерден біз x-дің мәнін таба салайық бірінші теңдеу арқылы. Ол жерде x тең болады 32 азайтылған y-ға. Енді осы x-ті мына екінші теңдеуге алып келіп қоямыз. Сол кезде 64 азайтылған 2y азайтылған 4 тең болады y-ға. Осы жерден y-дің мәнін таба салайық. 64-тен 4-ті азайтсақ 60 шығады. 64-тен 4-ті азайтсақ 60. Ал y минус 2y-ті плюс 2y қып жүреміз. Сонда бізде 60 тең болады 60 неға плюс 3y-ге. Сонда 3y тең 60-ға. Осы жерден y-дің мәнін таба салайық. Y-тен 20-ға. X-дің мәнін таба салайық. 20-ны мына жерге қоямыз. Y-дің орнына. Сол кезде X-дің мәні 12-ге тең болады екен, иә? Міне. Енді айтады бізде y азайтылған x дейді. Яғни 20 азайтылған 12 бізде 8-ді береді, иә? Ал осы 8 қай аралыққа жатады? Бізде 8 1 мен 8. 8 тік жақша емес, демек бұл кірмейді. 10 мен 16-ға 8 кірмейді. 1 мен 9-ға 8 бар арасында. 1 мен 12-ның арасында 8 бар. Минус 8 мен 0-ның арасында жоқ. 1 мен 8-ның арасында жоқ. Себебі 8 жай жақша. 1 мен 8-ның арасында бар. Себебі 8 тік жақша. Мынау жай жақша кірмейді. Демек варианттар бізде болады В, Е және де F дейді. В, Е, F. 8-ші сұрақтың жауабы бізде 3 түрлі жауап болды. В, Е, F. 9-ші есеп шығарайық. Бұл жерде бізге теңдеулер жүйесін берген екен. Біз бұны бірден алмастырып ала салайық. Яғни 3х-ті а-ға алмастырайық. Ал 2х көбейтілген 2y дәрежесінде оны b-ға алмастыра салайық. Сол кезде бізде жаңа теңдеу шығады. А қосылған 2х қосылған 2y. Бізде егер дәрежелер қосылып болса, онда біз оны көбейту күйінше жаза аламыз. Демек бізде болады 2 көбейтілген b болады. Өйткені бізде b 2х және 2y. Азайтылған 5 тең болады 0-ге. Және де мына жерде 3а болады. 3х көбейтілген 3 деген сөз ол. Және азайтылған бізде b болады. Сіздерге түсінікті болу үшін былай жазып қойын. Азайтылған b және де азайтылған 1-ге тең болады 0-ге бізде. Енді осы жерден a-ны тауып ала салайық. A дегеніміз бізде 5 азайтылған 2b-ға. Осы a-ны екінші теңдеуге қоямыз. Сонда 3 көбейтіледі. 15 азайтылған 6b. 15 азайтылған 6b және азайтылған b минус 1 тең 0-ге. Минус 6b және минус b бізде минус 7b-ны береді. Оны теңдіктің оң жақ бетіне жібереміз. Сонда плюс 7b болады. Ал мына бетінде 15 азайтылған 1. Яғни ол 14 береді. Демек, бұның мәні бұдан шығады. Бұның мәні 2-ге тең болады. b тең 2-ге. Енді қараңыздар, бізде b дегеніміз 2 болды. A-ны бірден тауып ала салайық осы жерден. B-ның 2 болса, 2 көбейтілген 2, мына жерге қоям, 4 болады. 5 азайтылған 4 тең 1-ге. Демек, бұл A-ның мәні 1-ге тең болады екен. A тең 1-ге. Енді бізде теңдіктің басында айттым. Есептің басында теңдікті біз айттық. A дегеніміз ол 3-дің x дәрежесі. Яғни x-дің мәні табамын. 3x-тен A-ның мәні 1. X-дің қандай мәнінде жауап 1 болады. Яғни 3-дің қандай дәрежесі бізде 1-ге береді. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ді береді. Демек, x-тен болады бізде 0-ге. Енді қараңыздар, мына жерде 2x және де 2y немесе 2-ның x плюс y дәрежесі бізде b-ны береді екен. Оны былай жазамыз. 2x плюс y тең b бізде 2-ге тең. Демек, 2-ның дәрежесі
ол 1 деп айтуға болады. Екеуінің негіздері бірдей. 2 демек x плюс y тең болады бізде 1-ге. Ал x-тің мәні 0, демек y-тің мәні 1-ге тең. Болды. X-тің мәні 0, y-тің мәні 1. Демек 0-де 1 деген жауапты іздейміз. Ол болады бізде D екен, вариант. 9-шы есеп бізде D шықты. Есеп түсінікті болса, келесі есеп өтейік. 10-шы есеп. 10. Бұл жерде модуль екен, модульге қатысты теңсіздік. Бұндай есептер көп келеді. ОТ-да математика пәні бойынша. Оны былай шығарамыз. Бірінші теңдікті бізге өзімізге қолайлы қылып жазып алайық. X квадрат азайтылған 2x модульда. Және бұл кіші немесе тең 8-ден, өйткені минус 8-ді теңдіктің оң жақ бетіне жібереміз, сонда плюс 8 болады. Енді қараңыздар, модульда екі түрлі мән шығады олардан. Мысалы 8 және де минус 8 секілді. Ал енді қараңыздар, бізде 8-ден кіші болса, демек ол минус 8-ден көп деген сөз. Демек ол минус 7, минус 6 болады. Ал оның модулі бізде плюс 6-ны береді. Қазір түсінікті болу үшін арғай шығарайын. X квадрат модульді ашамыз. 2x ол бізде кіші болады плюс 8-ден. Және сонымен қатар x-тің квадраты азайтылған 2x бізде мына жерде 6 болуы мүмкін, Ал қай кезде 6 болады егер? Бұл артық минус 8-ден мысалы. Минус 8-ден артық минус 6. Ал оның модулі бізде плюс 6-ны береді. Енді осы теңсіздікті шығарайық. Так, мынаны 1 дейін, мынаны 2 дейін. 1-ді шығарамыз. Бұл жерде x квадрат азайтылған 2x азайтылған 8 болады. Сол жақ бетіне өткен екен. Кем 0-ден. Бұндай кем артық болған кезде жай ғана сол жақ бетін 0-ге теңестіреміз, кейін аралыққа сала саламыз. Мұнаны 0-ге теңестірейік. Тең 0 деп аламыз. Енді дискриминант табамыз. Дискриминант бізде болады v квадрат 4 минус v квадрат минус 4 асы. 4a дегеніміз 1, 4 болады. 8-ге өтсек 32. Алдында минуспен плюс болады. 32 тең 6-ның квадратына. x1 таба салайық. x1 дегеніміз ол минус v, яғни 2 болады. Плюс 6 бөлінген 2a. Ол 2-ге тең болады. 2-ге 6-ны қоссақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4-ге тең. Енді x2-ні табайық. x2 дегеніміз минус болады арасында. 2-ден 6-ны азайтсақ бізде минус 4, минус 4-ді 2-ге бөлсек болады минус 2-ге жауап. Демек x1-ден 4-ге, x2-ден минус 2-ге. Бұны аралыққа сала саламыз. Мінекей минус 2 және де плюс 4. Бірақ бізде артық немесе кем, демек ол бой алады, тік жақша деген сөз. Аралыққа саламыз. Бізде x-тің ең үлкен дәрежесінің коэффициенті плюс болғандықтан плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Және бізге 0-ден кем аралық керек. Демек, минус аралықты аламыз, бояймыз. Енді бұл екінші теңдеуге қатысты. Бірінші теңдеуге қатысты. Мынау бізде бірінші теңдеу болды. Сізді түсіндіргенім қазір 1. Енді екінші теңдеу. Бұл негізі бұдан жауап шықпайды, себебі қараңыздар. X-тің квадраты азайтылған 2x, мінекей 8 плюс болып барады, плюс 8 артық немесе тең 0-ге. Дискриминант бізде қанша шығады? Минус 2 квадраты 4, минус 4 асы. 4 минус 32 бізде минус 28 береді. Демек, бұл бос жиын деп қарастырамыз. Бұдан жауап шықпайды. Бұны сызбаймыз. Демек, бірдің ғана жауабын аламыз. Оның жауабы минус 2 және 4. Айтады, осы теңсіздіктің шешімдері дейді. Біз әрқайсысын қойып көре саламыз, қайсысы келеді. Минус 6 мен 10 бізде қанағаттандыра ма? Жоқ. Минус 4 мен 4 жоқ. Минус 2 мен 4 тік жақша қанағаттандырады. Минус 2 мен 4 x ортасында және де кем немесе тең, артық немесе тең, осы қанағаттандырады екен. Мынау жай жақша бұл да. Мынау кемейді. Бізде демек екі түрлі вариант болады. Осыны естен шығармаңыздар, егер вариант саны көп болса, 30-шы есептен кейін бізде көп вариантты, яғни көп жауапты мәндер шығады. Сол кезде басқа варианттарды ұмытпастан оларды тексеріп көрген абзал. Так, 11-ші есеп сіздерге қолайлы болсын деп мен куб суретін дайындап қойдым. Айтады, кубтың барлық қырларының қосындысы 60 түбірасты 2-ге тең. Кубтың диагоналін табыңыз дейді. Кубта неше қыр бар бізде? Санайық. 1, 2, 3, 4. Және тура осының астында. 1, 2, 3, 4. 8-е. Енді осыларды қосып тұрған 4-еуі бар. 1, 2, 3, 4.
Демек, 4-тен 3-еу бар. 12 қыры бар кубтың. 12 қыры, иә? 12 қыры бар екен. Демек, бізде барлығының қосындысы 60 түбір асты 2 болса, демек, осыны біз аламыз да жай ғана 12-ке бөлеміз. Сонда бір қырының ұзындығы шығады. Барлық қыры тең болғандықтан 60-ты 12-ке бөлсек 5 шығады. 5 түбір асты 2-ке тең, иә? Демек, кубтың бір қыры, біз оны А деп алайық. А тең болады бізде 5 түбір асты 2-ге. Енді айтады, кубтың диагоналін табыңыз дейді. Көп оқушылар шатасады да А мен Д1-дің ұзындығын табады. Бұл жерде біз А мен С1-дің ұзындығын, немесе Д мен В1-дің ұзындығы, немесе А1 мен С-ның ұзындығы, яғни кубтың диагоналы деген міне А мен С1-ге дейін сызам, міне осының ұзындығын табу керек. Енді біз бұны табу үшін қалай істейміз? Қарапайым Пифагор теоремасы керек. Бізде бұл мынандай үшбұрышты беріп тұр, иә? Сіздерге сызайын мына жерге үшбұрыш. Мынандай үшбұрышты береді. Бізге ізденіп жатқан әріппен белгілеп қойын. А, С1 және де так, былай С, иә? Бізде мынаны табамыз, ол X. А мен С әзірге белгісіз, және де С1 мен С белгілі. Ол бізде 5 түбір асты 2-ке тең, иә? Енді біз бірінші А мен С-ны тауып алайық, иә? А-дан С-ға дейінгі. Бұл дегеніміз квадраттың диагоналы астындағы. А, В, С-ды деген. Оның ұзындығы бізде мынау 5 түбір асты 2, мынау 5 түбір асты 2, мынау дегеніміз екеуінің квадраттарының қосындысының түбір астысына тең. Демек, бүйтіп жазамыз мына жерге. А, С тең болады 5 түбір асты 2-нің квадраты қосылған 5 түбір асты 2-нің квадраты. Бұл тең болады бізде А, С-ның квадратына, иә? 5 түбір асты 2-нің квадраты дегеніміз 25 көбейтілген 2. Ол 50-ге тең. Осындайдан бізде 2 бар. Демек, 100-ге тең ол. Тең болады А-сының квадратына, иә? Ал демек, А-сы дегеніміз не? Түбір асты 100. Немесе ол 10-ға тең. А-сы тең 10-ға болды, иә? Демек, мына жерге 10-ды қоямыз. Енді X табамыз. X дегеніміз тура бағанағы жолмен шығарамыз. Пифагормен. 2 катеттің квадраттарының қосындысын аламыз. Ол дегеніміз 100. Қосылған 5 түбір асты 2-нің квадраты. Ол 5-тің квадраты 25. Көбейтілген түбір асты 2-нің квадраты 2. Яғни 50-ге тең. Так, X квадрат тең болады 150. Ал X дегеніміз ол түбір асты 50-ге тең. Түбір асты 50 дегеніміз бізде болады 25, 24 көбейтсек 100, артында 2 бар, так, демек 6. Яғни X тең болады бізде түбір асты 5 көбейтілген, түбір асты 25 көбейтілген 6. Яғни 25 бізде 5 болып шығады, ал 6 бізде шықпайды. Түбір астының астында қалады. 5 түбір асты 6 болады жауабы. Бізде вариант D екен. 5 түбір асты 6. Бұл бізде 11-ші есеп. 11-ші есепте D деген вариант шықты. Так, енді 12-ші есеп. 12-ші есеп. Бұл да теңдеу екен, бірақ тригонометрияға қатысты теңдеу екен. Өте оңай. Бұл жерде тек қана алмастыра саламыз. Жай ғана синус x-ті тең А-ға дей салайық. Сонда бізде синус x-тің квадраты дегеніміз, ол бізде А квадрат болады. Синус x квадрат А квадратқа тең. Синус x минус болып барады, яғни минус А-ға тең. 2 бізде минус 2 болып барады. Ол тең 0-ге. Осы жерден дискриминант таба саламыз. В квадрат 1, нәжде минус 1 плюс болады. 4асы 8-ге тең. Тең бізде 3-тің квадратына, иә? Енді А1-ді таба саламыз. Минус В, яғни 1 болады. Қосылған 3 бөлінген 2А. 2 болады. 1-ге 3 қоссақ 4, 4-ті 2 бөлсек 2. Және А2. 1 азайтылған 3 болады. Минус 1 азайтылған 3 минус 2. Минус 2 бөлінген 2 бізде болады минус 1-ге. Енді қараңыздар, бізде синус x-тің екі түрлі мәні шықты. Синус x тең болды бізде, яғни ол А-ға ғой. А-ның бірінші мәні бізде 2-ге тең болды. Синус x-тің екінші мәні бізде минус 1-ге тең болды. Осы кезде көп оқушыларда синустың екі түрлі мәні шықты деп ойлауы мүмкін, бірақ қате, себебі синус x-тің бізде мәндер жиыны қандай? Минус 1 мен плюс 1-ге тең, иә? Демек 2 деген вариант ол қарастырылмайды. Демек бір ғана вариант қарастырылады. Бізде ол синус x тең болады минус 1-ге. Бірақ бізде есепте синус x-тің мәнін сұрап тұрған жоқ, нені сұрап тұр? X-тің мәнін сұрап тұр, иә?
қандай x-тің қандай мәнінде біз енді минус 1 шығатынын қарастырамыз. Оны былай сызамыз бізге қолайлы болу үшін. Бізде синус ол бірінші және екінші ширекте плюс болады. Мына жер 1-ге тең, мына жер минус 1-ге тең, иә? Пи бөлінген 2, пи 3 пи бөлінген 2-ге тең, иә? Так, бізде болады вариант 3π бөлінген 2 немесе бұны бірден мына жерден 0 болса 0 градус. Бұлайынан артқа қарай жүре салуға болады. Бұл дегеніміз не? Минус пи бөлінген 2 десек болады. Минус пи бөлінген 2. Демек, осындай вариант қарастырамыз. Себебі бізде мен айтқан, яғни 3π бөлінген 2 деген қарастырылмаған екен. Онда минус пи бөлінген 2-ні қарастырамыз. Бізде бұл жатпайды. Пи бөлінген плюс пи бөлінген 2 жатпайды. 6 деген қарастырылмайды. Міне. Минус пи бөлінген 2 қосылған 2 пи-н. Себебі бұл әр период сайын қайталанып отырады, яғни әр 360 градус сайын. Ал 360 дегеніміз бұл бізде 2 пи-ға тең, иә? Минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи-н. N дегенге сан қоямыз 0, 1, 2, 3. Тек бүтін сандар қоямыз. Сонда бізде теңдеудің шешімі орындалу керек. Демек, вариант бізде Е болды. Так, 12-ші есеп бізде Е болды. Енді 13-ші есеп шығарайық. Так, 13-ші есеп. 13-ші есепте бізге не дейді? Так, қарапайым теңдеу берген, және осының шешімін табу керек. Бұл жерде де ескеретін бір-екі нюанс бар. Бізде қарапайым ғана пропорциямен шығара салайық. 0,5 x минус 2 көбейтілген минус 5-ке. 0,5 5-ке көбейтеміз. Ол деген бізде шығады 0,5-ті минус 2-ке көбейтсек. Просто 5-ті 5-ке көбейтеміз 25, алдына 1 0 қоямыз. 2-де 5-е. Демек, бізде алдында минус бар. 2-де 5, x-іміз және қосылған плюс болып кетеді, 10 болады. Енді 7-де 5-ті көбейтеміз мына жақшаға. Демек, ол кезде жақша ашылады. Минус 7-де 5-ті, 75-ті, так, 75-ті 2 көбейтеміз 150. Және де бізде 1 үтір бар, 2 үтір бар. Демек, 150, 2 үтір қойсақ, 1-де 5 шығады екен. Минус 1-де 5. Егер калькулятор жоқ болса, осылай оймен тез шығаруға болады. Минус 1-де 5. Мынау минус біздің іші плюс болып кетеді да. Сонда бізде 7-де 5-тің өзі шығады, плюс 7,5. Так, енді бізде x-тарды бір жаққа, мына жерде x бар. Сандарды бір жаққа жинайық. Так, бізге қалай ыңғайлы? Бізде разница жоқ негізі. Мынаны плюс қылып жіберуге болады. Минус 2-де 5x плюс 1-де 5x-ға тең болады 7-де 5 азайтылған 10-ға. Оны бірден жаза салайық. 2-де 5. Алдында минус бар, иә? Ал бізде бұл 1-ді береді. Алдында минус бар. Минус 1x тең болады 2-ден 5-ке. Алдында минус бар. X-тен минус пен минус қысқарады. X-тен 2,5-ке. Және бір ескеретін жайт, осы 2,5 теңдеудің ішіндегі бөлшектің бөлімін қанағаттандыру керек. Яғни ол 0-ге тең болып қалмау керек. 2-ден 5-ті мына жерге қойсақ 0 шықпайды. Себебі 2-ден 5 пен 0,5-тің көбейтісі 2-ні бермейді. Ал мына жерде ол 1-ді бермейді. Демек, есеп дұрыс деуге болады. 2-де 5 бізде вариант Д болады екен. 13-ші есеп вариант Д болды. Енді 14-ші есеп шығарайық. Так, айтады. Егер x азайтылған 3 және y азайтылған 1 тең 0 болса, x плюс y тең 4 дейді. Жүйесінің шешімі болса, x көбейтілген y өрнегінің мәні жатқан аралықтар табыңыз дейді. Бұл жерде өте оңай. Просто аламыз да x-дің мәнін таба саламыз. X дегеніміз 4 азайтылған y-ға. Енді осы x-ті мына теңдеудің ішіне қоямыз, иә? Сонда 4 азайтылған y, азайтылған 3, y азайтылған 1-ге. Тең болады 0-ге. Y-дің мәнін табамыз енді. 4-тен 3-ті азайтсақ, бізде 1-ді береді. Демек, 1 минус y тең болады y минус 1-ге, иә? Тең болады 0-ге. Бізде енді негіз тез шығару болады, сіздерге түсінікті болсын, жақшаны аша салайын, иә? Бізде y, мынау y береді, және де азайтылған 1, және
минус y-тің квадраты. Сонымен қатар немесе тез ол біреулер осылай дискриминантпен шығарғанды дұрыс көреді. Мен мына жерден тез шығара салайын. Y-тің мәнін просто аламыз да, осында егер көбейтіндінің мәні 0-ге тең болса, екі жақшаны да 0-ге теңестіре саламыз. Тең 0 деп аламыз. Қай кезде 0 болады? Y-тің мәні 1 болған кезде, y тең 1-ге. Ал қай кезде 0 болады? Y тең 1-ге болса тағы да. Демек, y-тен 1 деген мән шықты. Ал x-тен қанша шығады? X-тен ол 4 минус y қой. Ол дегеніміз, y-тің мәні 1 болса, ол 3-ке тең, x-тен 3-ке. Айтады енді. X көбейтілген y, яғни 1 көбейтілген 3. Бізде 3-ті береді. Осы 3 деген аралық жататын аралықтарды табайық. 3-тен плюс 6-ке дейін жатпайды, себебі 3 жай жақша болып тұр. Сызамыз. 4-тен плюс 6-ке дейін жатпайды. Минус 2-ден 5-ке дейін дейді. 3 жата ма ішіне? Жатады. 3 бар ішінде. Минус 3-тен 3-ке дейін жатпайды, себебі 3 жай жақша болып тұр. Минус 2-ден 1-ге дейін жатпайды. 0-ден 4-ке дейін жатады. 3-тен 8-ге дейін жатады, себебі 3 тік жақша болып тұр. 5-тен плюс 6-ке дейін жатпайды. Демек, бізде варианттар С, F, G болады. Бұл 14-ші есеп С, F, G. Так, С, F, G дұрыс. 3 түрлі жауап шығады екен. Демек, неқы жазып қойсаң варианттарды С, F, және де G. Так, 15-ші есепті шығарайық. Бұл жерде бізде тригонометрия, логарифм және теңсіздік бар екен. Бірден жаза салайық. Түбірасты 2-нің минус 1 дәрежесі бізде болады косинус x-қа тең болады. Демек, бұл дегеніміз не? 1 бөлінген түбірасты 2 тең болады косинус x-қа. Косинус x, яғни қай кезде 1 бөлінген түбірасты 2, ол дегеніміз түбірасты 2 бөлінген 2-ке, ол дегеніміз бізде болады пи бөлінген 4, яғни 180 бөлінген 4, 45 градус береді. Сол кезде 2 бөлінген түбірасты 2 болады. Бірақ бізде плюс сонымен қатар қандай да бір период сайын қайталанып отырады. Яғни 2 пи дей саламыз. n-ға минус плюстан қоя береміз. 0 де қойсақ болады. Енді осындай вариантты іздестіреміз. Және де бір ескеретін мән, бізде косинус қалай жазылады? Ол бірінші және төртінші ширекте плюс болады. Ал бізде жауабы плюс 1 бөлінген түбірасты 2, ол мынандай бір мәнде жатса, мына қараңыздар. Мына жер бізде пи бөлінген 4, мына минус пи бөлінген 4. Демек, жауабы бізде плюс минус пи бөлінген 4 болады. Бұлай алдыға жүрсек болады, немесе артқа жүрсек те болады. Екеуінен де бір мән шығады. Демек, плюс минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи. Бұндай жауап бізде мына Е варианты болады. 15-ші есеп бізде Е варианты болады. Так. Плюс минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи. Жауап дұрыс. 16-ші есеп. Так, 16-ші есепте айтады логарифм 4 негізді, логарифм 13, 169. Не жерде мені көрдіңдер ме? Логарифм логарифм ішінде. Сонымен қатар қосылған логарифм 5 негізді, түбірасты 5. Біз бірінші логарифм 13 негізді 169 табамыз. Ол дегеніміз 2, өйткені 13-тің квадраты бізде 169. Енді мына логарифм шығады бізде. Ол логарифм 4 негізді 2 деген сөз. Ол бізде нені береді? 4-тің қандай дәрежесі 2-ке тең болады? Ол, яғни 4 түбірасты қалынса, яғни 2-ден 1-ге болса. Енді айтамыз, 2-ден 1 қосылған логарифм 5 негізді түбірасты 5-ке. Енді мынаны шығарайық. Логарифм 5 негізді түбірасты 5 дегеніміз бізде қай кезде түбірасты 5 болады? Егер ол 2-ден 1 дәреже болса, демек, бұл дегеніміз 2-ден 1 қосылған 2-ден 1-ге. Ол дегеніміз бізде 1 деген мәнді береді. Айтады, енді осы өрнегінің мәні жатқан аралық тап дейді. Осы өрнек жататын аралық мәнде бізде 3-те 5 болмайды, 0-ден 0,5 болмайды, 1-де 1,5 болады. Егер тік жақша болса, тік жақша. Бізде жай жақша бұл болмайды, 2-де 5 болмайды, 0-де 5 пен 1-де 5. Вариант А болады екен. 16-ші есеп, вариант А. Так, 17-ші есеп. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Көп адамдар ашады, мынаны квадратты ашып, А плюс Б-ның квадраты деп қысқаша көбейтіп болмасын салады. Біз одан да оңай жолмен шығарамыз. Ол мынандай түбірасты 6А. Үнемі алмастыруды ойлаған дұрыс осындай өрнектерде, яғни қиын теңдеуде жай ғана алмастыру.
Бұны біз x дей саламыз. Ал түбірасты 5 бұны біз y дей саламыз, я? Сонда не шығады бізде? X азайтылған y. Мына үстінде квадраттар бар. Себебі мынау түбірасты бізде бар 6a-ның өзіне тең. Бөлінген x плюс y-қа. Және қосылған түбірасты 5b-ға тең. Ол дегеніміз бізде y-қа, я? Осының квадраты дейді. Бізде мынау қысқаша көбейту формуласына жатады. А квадрат минус b квадрат. Так, бұны былай жаза салайын. Бұл дегеніміз x минус y және x плюс y-қа тең, я? X плюс y-қа. Бөлінген x плюс y астында екеуі қысқарады. Қосылған y-қа. Яғни x азайтылған y, мұны мынау қосылған y дейді, я? Плюс y пен минус y қысқарып, 0 болады да, x-тің өзі қалады. Ал x бізде неге тең ол? Түбірасты 6-ға тең, я? Түбірасты 6 дегеніміз демек, түбірасты 6a дегеніміз демек бізде с вариант. 17-ші есеп с вариант болды. Так, x мына жерде кешірім сұраймын. Біз квадратты ұмытып кеткен екенбіз, я? Осындай мен сияқты асығыстық жасамаңыздар. Осындай асығыстықтың кесірінен көп адамдар мына с вариантын белгілеп қоюы мүмкін еді мен сияқты. Бұл жерде қараңыздар, x тең болды бізде қаншаға? Түбірасты 6a-ға. Бірақ бізде өрнекте x-тің квадратын табу керек. Тең болады түбірасты 6a-ның квадратына. Ол дегеніміз бізде 6a-ға, я? Вариант v болды. Так, 6a-ға 17-ші есеп варианты v болды. Келесі 18-ші есеп. Бұл да қиын есеп, себебі бұл да көп вариантты біреуін алу керек. Төмендегі сандардың ішінен дейді, мына теңсіздікті қанағаттандыратын мәндерді табыңыз дейді. Біз бұны табу үшін бүйтіп аламыз. Бірінші теңсіздік жазып алайық. Минус 1 кем болады 2x азайтылған 1 бөлінген 3. Бұл кем болады 2-ден. Осы теңсіздіктің оң жағына да және сол жағына да ортасына да бірдей санды көбейтсек, бөлсек, егер ол 10 болса, және бірдей санды қоссақ азайтсақ, теңсіздіктің мәні де таңбасы өзгермейді. Барлық жағына плюс 3-ті көбейтеміз. Яғни теңсіздіктің барлық жағына көбейту 3 дейміз. Сонда мына 3 қысқарады, ал мыналар минус 3 кем болады 2x минус 1 кем болады 6-ға, я? Енді теңдіктің оң жағына да сол жағына да біз 1 деген санды қосамыз. Плюс 1 дейміз. Сонда мынау бізде жойылып кетеді. Біздің мақсатымыз мынаны тек бір x-қа ғана келтіру. Плюс 1 болған кезде мынау минус 2 болады. Кем болады 2x-тан, кем болады 7-ден. Енді оң жағында сол жағында 2-ке бөле саламыз. Бөлінген 2 деймін. Сонда бізде x қалады. Мына жерде 3,5 болады. Ал мына жерде бізде минус 1-ге тең. Енді минус 1 және де 3-тен 5. Осы екі аралықта жататын мәндерді табамыз. 1 жата ма? Я, жатады. 0 жата ма? Жатады. Минус 1 жата ма? Так, минус 1. Бізде жай жақша, я? Демек жатпайды. Минус 2 жатпайды. Минус 4 жатпайды аралықта. Минус 3 те жатпайды. Және 3 деген аралық жатады. 4 бізде жатпайды. Вариант сол кезде A, V және J болды. 18-ші есеп бұл. Так. 18-ші есеп. Келесі енді 19-ші есеп. 19-ші есеп. Бұл жерде бізде теңсіздік берілген екен тағы да. Осы теңсіздіктің дейді 10 бүтін шешімдерінің санын табыңыз дейді. 10 бүтін шешімдерінің мәнін емес, санын. Қанша, екеу ма, үшеу ма деген секілді. Енді бұның бүйте саламыз. Бізде жақшаны ашайық. 2-ден 1 x қосылған 16-ны 2-ден 1-ге көбейтсек 8 кем немесе тең 23 азайтылған 2-ден 1 немесе 2-ден 5 дей салайын x-қа. X-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сонда 2-ден 1 x қосылған 2-ден 5 x дейміз. Оның мәні бізде болады 2-ден 6 x-қа. Бұл кем немесе тең болады. 23 азайтылған 8 болады. 3 болады. Так, 15 болады. 15-ке. Бұл жерде бізде 3 шығады x. Кем немесе тең 15-тен.
екеуін де 3-ке бөліп жібереміз. Сонда 5 болады. X-тің мәні 5-тен кем немесе тең. Енді біз мынандай аралыққа сала саламыз. Мына жерде 5 деген мән бар, ол боялады. Енді айтады, теңсіздігінің 10 бүтін шешімдерінің санын табыңыз дейді. Бүтін болу керек және плюс болу керек. Мына жерде бізде 0 бар. Бұл 5-тен кем. 4 деген мән бар, 3 деген мән бар, 2 деген мән бар, және де 1 деген мән бар. Демек, бұл жерде жауап қанша болады? Так, бізде мынаны ескеру керек екен. Кем немеседен. Демек, 5-тің өзі де келеді. Мына жерге қоса саламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Вариант А болады екен, 5. 19-шы есеп А болды. 20-шы есеп. Мынау 20-шы есеп. Жазып қоя салайын. 20, Так, айтады, функция берілген, осының графигі бойынша формуласын табу керек. Бізде қарапайым ғана, бізде мынандай график бар. Мындай, бұл дегеніміз не бұл? X-тің квадратын графигі. Енді бізде мына графиктің формуласын табайық. Қараңыздар. Біріншіден бұл теріс алынған. Яғни, X-тің қандай мәнінде де, X-тің мәндерінде Y минусқа тең болып кетеді. Демек, жақшаның сыртында минус деп қарастыру керек. Бізде мынау вариант қарастырылмайды, себебі да жақшаның сыртында плюс мән. Енді осы төртеуінің біреуі болады. Сонымен қатар айтады, ол бірге жылжыған екен. Яғни, ордината осі бойынша плюс бірге жылжыған. Демек, вариант мынау қарастырылады. Д вариант. Плюс 1 бар бізде. Минус 1 болса қарастырылмайды, минус 1 қарастырылмайды, плюс 2 қарастырылмайды. Енді осыны до конца тексере салайық. Абсцисса осі бойынша 10-ға қарай 3-ке жылжыған. Егер мынау плюс 3-ке жылжыса, біз оны жақшаның үшін минус деп қарастырамыз. X минус 3 квадрат плюс 1 ордината осі бойынша, және де жақшаның алдында минус, себебі функция бізде теріс қарап тұр. 10 қарасам мынандай отыратын еді. Бізде теріс қараған, демек вариант Д болады. Д вариант болады. Ол бізде 20-шы есеп. Так, енді бізде 21-ші есепке келдік. Бұл жерде де интеграл туынды және де функция берілген. Осындай есептер көп береді, егер осындай сыны тап деген секілді. Так, бұл жерде айтады, мына функция берілген, осы функциясы үшін графигі 2-де 1 нүктесі арқылы өтетін. Алғашқы функциясы плюс C плюс өшірі C-дің мәнін табу керек екен. Сының мәні неге тең болады бізде? Бұны көп адамдар алатам, мына функцияны қарастырып кетеді. Бұл маңызды емес, себебі бізде айтып жатыр, осы функцияның алғашқы функциясы деп астына формуласын беріп қойған. Демек, анау маңызды ақпарат емес төбесіндегі. Бәрібір одан интеграл алсақ, екінші функцияның өзі шығады. Сондықтан бірден біз екінші функцияны қарастыра берейік. Енді айтады, осы жерде 2-ден 1 нүктесінде сының мәнін табыңыз дейді. Біз осы функция x-тің мәні 2 болған кезде y-тің мәні 1-ге тең екен. Демек, y деп аламыз функцияның мәнін, ол тең 1-ге, ал ол тең бізде x-тің 4 дәрежесі, яғни 2-нің 4 дәрежесі. 2-нің 4 дәрежесі дегеніміз 16 бөлінген 12. X-тің орнына 2-ні қоям, y-тің орнына 1-ді қоям. Азайтылған 2x-тің квадраты. X дегеніміз ол 2, 2-нің квадраты дегеніміз ол 4. 4-те 2 өйтсек, бізде 8 болады. Қосылған 2 бөлінген 3-ке. Және қосылған с-ға. Бізде теңдеу шықты, с белгісіз. Енді осы жерден таба салайық. Так. Осы жерден таба салайық. 16-ны 12-ке бөлеміз. Қысқарта салайық. Екеуінде 4-ке бөлуге болады. 4 астында 3 деген мән шығады. Сонда 1 тең болады 3-тен 4. Азайтылған 8. Қосылған 3-тен 2. Қосылған с-ға. 3-тен 4 пен 3-тен 2 қосылады да бізде 3-тен 6-ны береді. 1 тең болады. Мынау 3-тен 6-ны береді. Ол дегеніміз 2 деген сөз. Азайтылған 8. Қосылған с. 1-тен минус 6 қосылған с-ға. Ол плюс 6 болып өтеді. 1 плюс 6 дегеніміз 7. Тең болады с-ға. С-ның мәні шықты бізде. Тең 7-ге. Енді бір қызығы, осы жерде біреулер атты тек 7 деген, яғни ашты белгілеп қояды.
H жауабы не? Бұл қате, себебі айтады 25-тен кіші еселіктерін көрсетіңіз. Сынын, не? Еселік дегеніміз не? Оған қандай да бір бүтін 10 сан көбейтіледі. Сынның жауап 7 шықты, оған 1-ді көбейтеміз. 7, 2-ні көбейтеміз. 14, 3-ті көбейтеміз. 21, 4-ті көбейтеміз. 28, бірақ ол 25-тен көп. Ал бізге 25-тен кіші керек. Демек 7, 14, 21. Вариант А, Б, H болады екен, е? Дұрыс. Енді біз 22-ші есепке өтейік. Так, 22-ші есеп. Бұл жерде өрнекті ықшамдаңыз дейді. Өрнекті ықшамдаңыз. Бұндай тригонометрияда кейбір формулаларды жаттап алған дұрыс. Так, мен қазір бұл формуланы білем, сондықтан бірден шығарып кетем. Синус 176 қосылған синус 4 градус. Егер бізде синус А, синус Б. Егер екеуінің қосындысы, яғни 176 қосылған 4 180-ді берсе, онда осы екеуі тең деген сөз. Мысалы, синус 150, мысалы бізде синус 150 тең болады синус 30-ға. Себебі екеуінің қосындысы бізде 150-ді береді. Синус А тең синус Б деймін мен бұндайды. Қай кезде? А мен мұның қосындысы бізде 180-ді берсе. Демек, астында екеуі бір-біріне тең деген сөз, е? Онда тек қана біреуін ғана жазып қойсақ болады. Яғни синус 4 дейсізім болады. Және көбейтілген 2 бар, е? Енді үстін қарастырайық. Үстінде 1 минус 2 синустың квадраты 43 градус екен. Біз осы жерде 1-ді өрнектеп алға болады. 1 дегеніміз не бізде? 1 дегеніміз ол синус квадрат пен косинус квадраттың қосындысына тең, е? Бірақ синус пен косинусқа кез келген мән бере берсек болады бізде. Сондықтан біз алайық та бұдан былай істейік. Косинус квадрат. Мына жерге альфаның орнына 43-ті бере салайық, е? Разница жоқ қой бізге. Қосылған синус квадрат 43 градус бере салайық. Екеуінің қосындысы бәрібір бізде 1-ді береді. Енді азайтылған дейміз. 2 синус квадрат 43 градус. Бізде бұл нені береді? Қараңыздар. Косинус квадрат 43 градус, және де синус квадрат минус 2 синус квадрат, е? Онда біз бұны бүйтіп жазуға болады. Косинус квадрат 43 градус, азайтылған синус квадрат 43 деуге болады, е? Бұл неге ұқсап тұр сіздер? Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Ол бізде косинус 2 альфағаны береді, е? Демек, бұны бүйтіп жазуға болады. Косинус 2 көбейтілген 43 деуге болады, е? Ол бізде неге тең? Косинус квадрат 43 градус, азайтылған синус квадрат 43 градусқа. Енді қараңыздар. Біз бөлшектің бөлімін біз басында былай істедік. Синустың 4 градусы, және де косинустың міне шыққан, екінші шыққан мәні косинус 2 көбейтілген 43 градусқа деп. Бізде енді осыны ары қарай өрнектейміз. Синустың 4 градусы және косинус 2-ні көбейтіп жібереміз. Сонда бізде 86 градусқа тең. Енді бір ескеретін нәрсе. Мысалы, бізде косинус 62-ден 1-ге тең, және синус 32-ден 1-ге. Яғни косинус пен синустың альфаларының қосындысы бізде 90 градусты беретін болса, онда ол екенің мәнін тең деп қарастыруға болады. Сол секілді косинус 86-ның мәні синус 4-дің мәніне тең. Себебі 86 қосылған 4 бізде 90 градус береді. Демек, екеуінің мәні тең болғандықтан біз оларды қысқарта салуға болады. Жауабы 2-ден 1 шығады екен. Бізде жауабы С болады екен. 2-ден 1-ге тең, е? 22-ші есеп С вариантында. Так, енді мынау 23-ші есеп екен. Так, 23-ші есеп. Элдар 4 сан ойлады дейді. Ол ойлаған сандардың қатынасы 3, 4, 7, 9 қатынасындай. Екінші сан мен 4-ші санның қосындысы 7-8-ге тең. Элдар ойлаған сандардың алғашқы үшеуін табыңыз дейді. Ол бір қандай сан ойлайды? Мысалы 100, 200 деген секілді. Олардың қатынасы 3, 4, 7, 9-ды беру керек екен. Так, 3, 4, 7, 9 қатынасында, яғни мысалы алдында оны сіздерге ыңғайлы болу үшін негізі осындай қатынасқа қатысты есептің барлығында x деген
көбейткішті қолданған дұрыс. Мысалы бүйтеміз. Ол бір сан ойладық қой. Олардың мысалы қатынасы олар 3, 4, 7, 9. Яғни максималды түрде бір-біріне бөлінетіне бір қатарға алатын болсақ 3, 4, 7, 9 дейді. Оны былай жаза саламыз. 3х, 4х, 7х, 9х, иә? Осы 4 саны бар оның. Енді бізде өйткені қатынас болған кезде ол 3-тің қаншалықты қысқарғанын білмейміз ғой. Ол 9 болуы мүмкін, ол бізде 18 болуы мүмкін деген секілді. Егер осылай жасақ, бізге ары қарай шығаруға оңай болады. Одан кейін айтады, екінші сан мен төртінші санның қосындысы 78-ге тең дейді. Екінші сан бізде 4х, 1, 2, 3, 4 деп істейін. Айтады, екінші сан мен, яғни 4х пен төртінші санның қосындысы, төртінші сан 9х, 78-ге тең дейді екен, иә? 78-ге тең. Енді ары қарай шығамыз. X-тардың қосындысы 13х тең 78-ге x-дің мәнін таба салайық. X-тен қаншаға? Так, 4-ті береміз, шықпайды. 5-ті береміз. Так, 6-ны береміз. Сонда 60, 78 болады екен. Демек, x-дің жауабы 6-ға тең. X-тен 6-ға. Енді не сұрап тұр бізде? Эльдар ойлаған сандардың алғашқы үшеуін табыңыз дейді. Алғашқы үшеуі. Біріншісі бізде 3х, яғни 3 көбейтілген 6, 18. Келесі 4х, яғни 4 көбейтілген 6, 24. Одан кейін 7х, 7 көбейтілген 6, 42. B, E, F. Так, есеп шықты. 20-ші есеп, енді 24-ші есепке келдік. Так, 24-те бізде не дейді? Тонна. Так, 12 тонна руданы қорытқанда 10% қоспасы бар, 8 тонна металл алынды. Рудадағы таза металл неше процент екен анықтаңыз дейді. Бізде руда болады, оның ішінде металл болады. Металл өндіріп алады рудадан, қалғанын тастайды, керек емес деп. Ал ол металлдың ішінде де таза металл болады, және де оның қоспасы болады. Демек бүйтеміз, біз оның ішінде мысалы 12 тонна бар руда, оның ішінен ол 8 тонна металл алған, 8 тонна алған, бірақ оның ішінде де оның 10%, айтады, 10% қоспа дейді, қоспа. Және 4 тонна бізде керек емес, қарастырмаймыз. Осы 8 тоннан 10% қоспа дейді. Енді рудадағы таза металл неше процент екен табыңыз дейді. 8 тоннан 10% дегеніміз ол 0,8 тонна. Осы 8 тоннаның ішіне 0,8 тонна қоспа бар екен. Ал таза металдың өлшемі неге тең? Ол демек 8 азайтылған 0,8. Ол дегеніміз 7,2 тонна. Бұл бізде таза металдың массасы деуге болады. Таза М салайын. Енді қараңыздар, ары қарай нені табу керек? Бізде рудадағы, яғни жалпы 12 тоннаның ішіндегі таза металл неше процент деген табамыз. Ол үшін 7,2-ні бөле саламыз 12-ге. Бізде шығады, сонда так, 7,2-ні бөлеміз 12-ге. 5-тен 3, ол дегеніміз 0,6, яғни 60% кетен. Так, 24-ші есеп бізде вариант болды, сонда Е. Так, бұл жерде айтады, төмендегі теңдеулердің ішінен толымсыз квадрат теңдеуге келтірілген теңдеуді көрсетіңіз дейді. Бізде квадрат теңдеудің 3 түрі болады: толық квадрат, және толымсыз, және толымды. Егер ол толық квадрат деген сөз, яғни x-дің алдында бүтін коэффициенті бар a деген. Ал ол толымсыз дегені, яғни бір коэффициент 0-ге тең. A болуы мүмкін, b болуы мүмкін, немесе s деген сияқты коэффициенттің бірі 0-ге тең болса. Ал ол келтірілген квадрат теңдеуі бар, ол бізде Вет теоремасында қолданылады, яғни a-ның мәні бізде 1-ге тең, және қалған коэффициенттер 0-ге тең емес болады екен. Енді айтады, бізге осы жерден толымсыз квадрат теңдеуге келтірілген, толымсыз квадрат теңдеуге келтірілетін көрсетіңіз дейді. Толымсыз квадрат теңдеуге келтірілетін болса, онда қандай да бір коэффициент бізде 0-ге тең болу керек. Так, мына жерде квадрат теңдеу емес, себебі бізде бұл x куб бар. Бұл кубтық теңдеу. Ал мына жерде бұл бізде болады келтірілген квадраттық теңдеу. Себебі қараңыздар, мына жерде x квадрат минус 5x қосылған 9 тең 0 деген, келтірілген квадрат теңдеу болады. Бұл да вариант болмайды бізде. Ал мына жерде 10x және де мынау дегеніміз қанша бізде ашқан кезде 16x қандай да бір мән шығады, және де 3x және қосылған 9 деген, азайтылған 9 деген мән шығады. Ол жерде бізде толымсыз емес, ол толық квадрат теңдеу болады. Бұл вариантта болмайды.
ал мына жерде кубтық, ал мына жерде бұл да келтірілген болып қалады. Ал мына жерде x квадрат деген мән бар, және x-тің коэффициенті бар, сонымен қатар бүтін сан бар, иә. Бұл да болмайды екен. Енді бізде екі вариант қалды. Так, бұл жерде қараймыз, және де ашып көру керек жақшаны, иә. Қанша шығады? 49 x-тің квадраты қосылған 2a бол дегеніміз 14x қосылған 1 азайтылған 6x азайтылған 1 тең 49x квадратқа, иә. Бұл дегеніміз қараңыздар, 49x квадрат, 49x квадрат, мынау минус болып өтсе, екеуі жойылып кетеді. Яғни x квадраттың алдында 0 деген коэффициент болады. X квадрат жоқ болып кетеді. Сол себептен бұны толымсыз деуге болады. Яғни толымсызға келтіруге болады. Жақшаны ашып, теңдіктерді бір жаққа, 0-ды бір жаққа жинап. Ал мына екіншісі, бұны да ашып көре салайық. X квадрат азайтылған x плюс 1-дің квадраты дейді. X плюс 1-дің квадрат дегеніміз не бізде? Ол дегеніміз x квадрат плюс 2x плюс 1-ге тең, иә. Енді осының алдында минусы бар, демек x квадрат азайтылған 2x азайтылған 1 болады. Тең 0-ге. X квадраттар жойылып кетіп жатыр тағы да. Демек x квадраттың алдында коэффициент 0-ге тең. Бұл да толымсыз болып саналады. J және де h. Бұл бізде 25-ші есеп. Так, варианты болады екен бізде h, иә. Так, J және де h. Так, так, қалғандары бізде келмейді, иә. Енді келесі есепке, бұл бізде 26-шы есеп, иә. Так, 26-шы есепте дейді, так, парабола берілген 4 минус x квадрат деген. Және де бізде 5x минус 2-нің графигі берілген, иә. Осы екеуінің қиылысу нүктелерінің ординатасын тап дейді. Бізде мысалы x, y деген нүктенің координатасы шығады. Осы жерде мынау абсцисsaның мәні, мынау ординатаның мәні болады. Оны естен шығармайық. Және қараңыздар, 4 минус x квадрат тең 5x минус 2 дейміз. Себебі қандайда екі функцияның қиылысу нүктесін тапқан кезде оларды теңестіріп x-ін табамыз. Кейін x-ті функцияның орнына қойғанда y-тің мәні шығады. Енді бізде не шығады? Мына жерде минус x-тің квадраты азайтылған 5x және де 2 плюс болып келеді. Бізде 4 плюс 2 ол деген плюс 6-ға тең. Тең 0-ге болады сонда. Дискриминант табамыз 25. Азайтылған 4-асы ол плюс болады 24-ге тең 7-нің квадратына. Енді x1 табамыз. Ол дегеніміз минус v плюс 7 бөлінген 2a минус 2 болады ол. 12 бөлінген минус 2 бізде минус 6-ны береді. Және x2-ні табамыз. Ол деген 5 минус 7 бөлінген минус 2. Яғни минус 2 бөлінген минус 2 бізде плюс 1-ді береді. Енді осы екі мәнді қоямыз. Кейін олардың y-ін табамыз. Бізде 4 минус x-тің квадратына осы екеуін қойайық. Сонда 4 минус, мысалы 1-ді қойғанда 1 шығады тең 3-ке. Яғни y-тің бір мәні 3 деген болады екен. 3-ті қарастырып қоямыз. Және минус 6-ны қоямыз. Яғни 4 азайтылған минус 6 дегеніміз ол 36 болады, квадрат. Алдында минус бар мына жерде. Тең минус 32-ге тең болады екен. Y-тің екі мәні шықты. 3 және минус 32. X 1-ге тең болған кезде Y-іміз 3-ке тең болады. Ал X-іміз минус 6-ға тең болғанда Y-іміз минус 32-ге тең болады екен. Жауабы, яғни ординаталары осы қиылысу нүктесінің минус 32 және 3. Ол вариант болады бізде мына минус 32 және де 3 екен. Так, келесі есеп. Теңдеуінің шешімі x1 және x2, иә? Теңдеу бізде квадраттық теңдік бар. Және де тура теңсіздікті көрсетіңіз дейді. Яғни x1 x2-ден кішкентай болса, қандай теңсіздіктер орындалады екен. Оны табу үшін біз теңдікті толығымен жазайық. 3x-тің квадраты азайтылған 1 тең болады 2x азайтылған 1 бөлінген 5-ке, және қосылған 2 бар бізде. Енді теңдіктің оң жағында, сол жағында бірдей санға көбейтіп жіберсек болады, 15 дегенге. Немесе арға ортақ бөлім беруге болады. Ортақ бөлім 5-тен береміз, 3-тен береміз, және наған 15-тен береміз. Сонда бізде жауап шығады. 5 көбейтіледі. Сонда x-тің квадраты, алдында 5 деген коэффициентіміз бар. 5x квадрат азайтылған 5 тең болады 6x-қа және азайтылған 3-ке.
Сонымен қатар қосылған 30 бар бізде. Енді бұл кәдімгі квадраттық теңдеу. Бір жерге жинайық барлығын. Сонда 5х квадрат азайтылған 6х. Минус 5 бар. Так, мына жерде бізде минус, бұл жерде плюс 27 шығады, ол мына жерге минус 27 болып келеді, сол жақ бетіне. Минус 5, минус 27. Бізде болады минус 32, минус 32 тен 0-ге. Дискриминант табамыз. Так, дискриминант табамыз осы жерден. Бізде болады минус 6-ның квадраты 36, минус, мынаумен плюс болады, 4а және де с. Так, 36 қосылған, бізде енді 32-ні көбейтейік 2-ге, артына 1 0 қойсақ 640 болады. Оған 36-ны қоссақ бізде, так, 640 қосылған 36, 676 шығады, 676, және де оны біз түбірастық алу керекпіз. Онда 220 400, 200, так, соны 6 olur, 26 болады, 26-ға көбейтіп көре салайық. 676, дұрыс, 26 шығады екен. Осының квадраты деп аламыз. x1-ді таба салайық. Ол дегеніміз бізде 6 қосылған 26 бөлінген 2а, ол 10-ға, 26 қосылған 6 бізде ол 32 тен. 32-ні 10-ға бөлсек 3,10-нан 2 тен екен. Ал x2 дегеніміз 6-тан 26-ны азайтсақ минус 20 бөлінген 10, ол дегеніміз минус 2 тен. Енді айтады бізде x1-іміз дейді кішкентай x2-ден. Ал менде керісінше шықты. Демек, мынаны просто аламыз да x2 дейміз. Мынаны x1 дей саламыз. Түсінікті ма? Яғни x1 кішкентай x2-ден. Енді қараймыз, бізде x1-дің бәрі минус 2. Енді қайсыған сай келеді? Минус 2 кішкентай минус 1-ден дейі, ол дұрыс орындалады. Және x2-міз 3-2, 3-2 артық 4-ден дейді. Бұл орындалмайды. Енді келесі, минус 2 бізде кем минус 3-ден дейді. Ол да қате орындалмайды. Минус 2 бізде кем болады 0-ден дейді, орындалады. Және 3-ден 2 кем болады 1-ден дейді, ол орындалмайды. Келесі, минус 2 бізде кем болады минус 1-ден орындалады. 3-ден 2 кем болады бізде 4-ден дейді, орындалады. Мынауды қарастырамыз. Осымен тоқталып қалып, осын ғана белгілемеңіздер. Ары қарай да міндет қойып көрген дұрыс. Себебі бізде көп варианттық жауап. Енді минус 2-ні қоямыз, 0-ден кішкентай. Және 3-ден 2-міз тағы да 4-ден кішкентай екен. Бұл да болады. Яғни D, F. Одан кейін минус 2 1-ден кішкентай, дұрыс. 3-ден 2 3-ден артық дейді. Ол да дұрыс. Келесі минус 2 бізде минус 2-ден кішкентай дейді. Ол дұрыс емес, ол екеуі тең ғой. Келесі минус 2 минус 1-ден кішкентай орындалады. Және 3-ден 2 кем 2-ден дейді. Ол орындалмайды. Демек, варианттар бізде D және де F. F емес E, D, E және бізде қандай? D, E, F екен келесі. Осы 3 вариант болады. D, F, D, E, F. Так, бұл бізде нешінші есеп? 27-ші есеп екен, Так, шықты. Енді келесі есеп. Цифрларының қосындысы 12-ге тең натурал сан бар. Ол өзіне кері тәртіппен жазылған саннан 18-ге кем дейді. Берілген сан жататын аралықтарды табу керек. Осындай цифрлардың қосындысы немесе 10-ға бөлгенде мынанша қалдық қалады деген секілді есептер шығарғанда жай ғана мынандай тәсіл қолдану керек. Мысалы біз кез келген бір сан ойлайық. 57 мысалы, 57. Бұл А және В деген мүшелерден тұрады. Мынау А-ға тең, мынау В-ға тең. Бұны алып біз 57-ні АВ деп жазамаймыз. 57-тен АВ деп жазамаймыз, ол қате. Оны бұлай жазған дұрыс. 10 көбейтілген А қосылған В. Себеп бұл 2 таңбалы, Мысалы, осы жерге қояқшы, 5-дің орнына А-ны қойғанда 50 шығады, қосылған В 7 тең 57 шығады, Осы орындалады екен. Енді айтады, цифрлардың қосындысы 12-ге тең дейді. Бұл үшін сіздерге мысал ретінде айттым. Тағы да бір сан ойлайық. Оны да бағанандай А және В деп қарастырамыз. Айтады, цифрлардың қосындысы дейді 12-ге тең дейді. Яғни екі цифрдің қосындысы 12-ге тең. А плюс Б 12 және өзіне кері тәртіппен жазылған саннан 18-ге кем дейді. Бұл қалай жазылады? Бұл екі таңбалы сан. Мен көрсеткендей А көбейтілген 10 қосылған В деп жазылады.
Осы дейді өзіне кері тәртіппен жазылса, просто а мен бұның орнын ауыстырамыз, иә. Б көбейтілген 10 дейміз, қосылған а дейміз. Енді айтады, өзіне кері тәртіппен жазылған саннан 18-ге кем дейді. Мынау 18-ге кем. Демек, мынау минус 18, сонда мына екеуі тең болады деген сөз. 18-ге кем болса. Немесе неға плюс 18-ге болады. Енді қараңыздар, осы жерде а мен бұны так, бір шетке жинау керек. Бізде 10 б бар және 1 б бар. Мына жерде демек минус келеді, 9 б болады. Және азайтылған 18, иә. 10 а бар және де 1 а бар. Демек бұл 9 аға тең. Енді барлығын аламыз да 2-ге бөле саламыз. Керісінше жасаймын, 2 емес, 9-ға бөле саламыз. Так, сонда бізде а шығады және де б шығады, азайтылған 2 шығады, иә. Так. Барлығын бөлдік біз 9-ға. Сонда а тең б минус 2-ге тең болады екен, иә. Ал мына жерде а бізде 10 плюс б тең 12-ге тең болды, иә. Осы жерге аны қоя саламыз. Б азайтылған 2 қосылған б тең 12-ге, иә. Б минус 2 плюс б тең 12-ге. Осы жерден б-ға бұны қоссақ 2 б шығады. Ол тең 12 плюс 2-ге. Ол дегеніміз 14-ге, иә. Б дегеніміз бізде 7-ні берді. Ал а дегеніміз 7-ні аламыз да мына жерге қоя саламыз. 7 азайтылған 2 тең 5-ті береді. А тең 5-ке. Біздің басында ізделініп жатқан санымыз демек 57 болды, иә. Ал ол өзінен керісі қарама-қарсы таңбалы санға, яғни 75 азайтылған 57 бізде береді 18-ді. Шарт орындалды, иә. Ізделін санымыз 57 екен. Бірақ бізде сұрап жатыр, берілген сан жататын аралық табу керек. 70 пен 75 арасында 57 жата ма? Жатпайды. 30 пен 40 арасында жатпайды. 45 пен 55 арасында жатпайды. 55 пен 60 арасында жатады 57-ге. Келесі 40 пен 50 арасында жатпайды. 50 мен 55 арасында жатпайды. 60 пен 70 арасында жатпайды. 50 мен 60 арасында жатады 57-ге. Демек, д мен аш болады екен жауабы. Так, 28-ші есеп. Так, бұл 29-ші есеп екен. Бұл жерде айтады. Мынандай теңсіздік берілген, теңсіздігінің дейді 1,3-тен 1 және де 2 аралығындағы шешімдерін табыңыз дейді. Бұл жерде просто аламыз да квадраттық теңдеу ретінде қарастырамыз. Азайтылған x дейміз, азайтылған 0,3 дейміз, кіші 0 дейміз. Біз негізі кіші дейміз, бірақ тең деп елестетеміз, кейін аралыққа сала саламыз, иә. Дискриминант тең болады минус b плюс өткен алдында минус 4асы 4а және де с. Сының алдындағы таңба мынаны өзгертті, иә. Енді осы үшеуін көбейте салайық. Так, 0,8 бен 0,3-ін көбейтіндісі ол 24, 2 үтір жылжиды. Ол дегеніміз 0,24. Ол көбейтілген 4-ке, иә. 0,24 4-ке көбейте салайық. Бізде шығады 0,96. Ал оған 1-ді қоссақ, так, 1,196, иә. Бұның түбірасы қанша шығады бізде? Ол дегеніміз 196-ның түбірасы. Дұрыс па? Демек, бізде жауап шығады. 196 бізде 14-тің 196-ның түбірасы 14 шығады. Мұның жауабы 1,14 шығады екен. Осының квадратына тең, иә. Так, енді x1 табайық. Ол дегеніміз 1 қосылған 1,14 бөлінген 2а. Ол дегеніміз 1,16-ға тең, иә. Бізде 2,14 бөлінген 1,16. Бізде бұл шығады. Так, 1,16. Так, қысқартамыз. 2-ден 3 шығады. Немесе 1-ден 5-теуге болады. 1,15-теуге жазуға болады. Бұны келесі енді x2-ні табайық. Ол жерде керісінше 1 минус 1,14 бөлінген 1,16. Бізде бұл минус 0,14 бөлінген 1,16-ға тең. Бізде бұл минус 4-ті береді. Так, минус 0,14 бөлінген 1,16. Бізде так, егер де екеуінде өтірін жылжытамыз, 4-ті 16-ға, ол 4-тен 1, онау 0,125. 4-тен 1-ді береді, минус 0,25.
Так, енді біз оны аралыққа сала саламыз. Так, аралық дұрыстап сызайық. Так, біз бұны аралыққа саламыз. Мына жері бізде бұл боялады. Тік жақша 1,5 және минус 0,25 екен, е. Так, сызамыз. Енді x-тің енілген дәрежесінің коэффициенті плюс болғандықтан плюстан бастаймыз. Себебі x квадрат алында плюс 0,8 плюс минус плюсқа тең болады. Енді бізге керегі ол 0-ден кіші аралық, яғни минус аралығы. Минус 0,25 пен 1,5 деген аралықтағы мән керек бізге. Так. Ол бізде қай аралыққа жатады? Мынау минус 1,5 және де 1,3/1. Так, бізде айтады 1,3/1 және 2 аралығындағы шешімдерін табыңыз дейді. Бізде бұл қай аралықта демек? Бұл 2 мына жерде жатады, ал 1,3/1 мына жерде жатады. Ол дегеніміз не бұл? 1,3/1 және 1,5 арасындағы мәндері. Так, ол да бізде 1,3-те мынау жатпайды. Себебі минус 1,5 жатпайды бізге. Бұл да келмейді. Бізде 1,3/1 басталу керек. Міне 1,3/1, 1,3/1 және 1,2/1. Себебі біздің сонымен шектеледі, 2-ге дейін бармайды. Демек, вариант D болады екен. Так, вариант D болады. Сызылып кетті, кешірім сұраймын. Так, бізде вариант D болады екен. 1,3/1 және де 1,5, 2/1. Так, D деп жазбайық. Так, келесі есеп. Тангенстің 5x-і. Тангенс 5x бізден алдыңғы қай есеп болды? Бізде 27, 28, 29, 30, е? Так, тангенс 5x тең болады 3 дәрежелі тубырасты тең 64-ке және 7-нің дәрежесіндегі логарифм 7. Негізді 4 осыдан тең екен. Бұны шығару үшін бірінші тангенс 5x-ке тиіспей тұрайық. Оның өзін қалдыра салайық. Енді қараңыздар, мынаны түрлендіріп алайық. 3 дәрежелі тубырасты 64. 64 дегеніміз не бұл? 2-нің 6 дәрежесі. 6 мен 3 қысқарады. 2-нің 2 дәрежесі шығады екен. 2-нің 2 дәрежесі. Мына жерде 6 мен 3 қысқарады да 2-нің 2 дәрежесі. Ол деген сізде 4-ті береді. Демек үстінде 4 болады. Астында қараңыздар. 7-нің 7 негізді 4 дәрежесі. Мен алдыңғы слайдта айтып кеттім осы сіздерге, яғни мына жерге жазылайын. А негізді А-ның дәрежесінде логарифм А негізді бір Б болса, бұның мәні Б-ға тең болады деп. Демек бұл жерде жауабы 4 болады екен. Демек бізде 4 бөлінген 4 бізде 1-ге тең болады. Енді қараңыздар. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, период деген нәрсені ескеру керек. Яғни біз қазір мына жерде тангенс 45-тен 1 деп 45-ті ғана қарастырмаймыз. Біз басқа да, яғни 360 градус айналып отырса, сонда плюс 2πn деген секілді периодты ескеру керек. Қараңыздар. Тангенс 5x тең болады 1-ге. Ал 5x дегеніміз не? Бізде ол 45 градус, немесе пи мен істесе қанша? Пи бөлінген 4-теге болады. 45 деп жаза берейін градуспен. Қосылған 2πn, яғни ол 2πn деген 360 градус, 360n деп жазамын. Енді біз бұл жерде x тауып жатырық, x дегеніміз не? Онда барлығын 5-ке бөліп жазсақ болады екен, сонда x қалады, 9 қалады. 9 градус қосылған 360-ты 5-ке бөлсе қанша бізде? Так, 360-ты дұрыс па? 5-ке бөлеміз ғой, Так, 5-ке бөлеміз. 360-ты. Так, есебіміз дұрыс шығып жатыр ма? 360 бөлінген 5-ке, дұрыс. Так. Жоқ. Мына жерде бір ескеретін нәрсе. Бізде 2πn болмайды. Себебі бұл тангенс, Тангенсте қандай ол? 1, 2, 3. 1 мен 3-ші ширекте орналасады. Ал косинус 1 мен 4-ші ширекте орналасады. Сол нәрсені ескеру керек. Мына жерде сонда қалай болады бізде?
2 pn емес, pn болады. Жай ғана pn. Ол деген 180n деген сөз, иә? Демек, енді 180-ді 5-ке бөлсек, бізде 36 градус және де n деген шығу керек. Міне, x-тің жауабы осындай болады. n-нің кез келген мәнінде мына теңдік орындалу керек. Естеріңізден шығармаңыздар, бағана косинус пен синуста біз 2 pn деп алдық, ал тангенсте біз pn деп аламыз, яғни әр 180 градус сайын. Себебі бізде бірлік шеңберді бірінші және үшінші ширектерінде тангенстің мәні плюс болады. Так, 9 градус қосылған 36 градус n. Бізде вариант, так, мына G жауап шықты. Сонымен қатар мына жерде басқаларды қарастырайық, себебі осыған ұқсас, яғни пи мен беріп қалуы да мүмкін. Бізде пи бөлінген 2 емес бұл. Бұл емес, бұл емес, бұл емес. Пи бөлінген 4 емес, пи бөлінген 6 емес, 45 емес. Так, тек бір жауап екен, иә? Кейбір есептерде осындай көп варианттың екіншеуі болып қалуы мүмкін. Пи мен градуспен беру мүмкін. Так, енді келесі бөлшекті қысқартыңыз дейді. Так, мұны уже қарап бірден айтуға болады, иә? Мынау дегеніміз а квадрат, мынау б квадрат, иә? Демек, мынау 9а квадрат, ол 3аның квадраты деген сөз, иә? Ал мынау 4-тің квадраты деген сөз. Ал мынау ше, бұл анау а квадрат, мына анау 2а б деген сөз, және де қосылған б квадрат деген сөз, иә? Себебі, демек, аның мәні 4 азайтылған 3 деген сөз. Бұны ашып көре салайықшы. 3аның квадраты б квадрат, 2аб, яғни ол 12, 24, 24 аға тең, ал а квадрат бізде 16-ға тең, иә? Төбесіндегісі қалай ашылады? Алымы 3а минус 4 және де 3а плюс 4 болып ашылады, иә? Мықты 4 минус 3аға. 4 минус 3аға, иә? Енді бұл дегеніміз не? 4 минус 3а үсті, мен енді қараңыздарына 3а минус 4-ті түрлендіре салсам болады. Жай ғана алдына минус шығарып жіберемін, 4 минус 3а дей саламын. Және де 3а плюс 4-ке. Енді 4 минус 3а мен 4 минус 3а қысқарады, сонда жауап шығады. Кешіріңіздер, мына жерде бізде x квадрат деген мән қалып кетсе, квадрат қалып кетсе мына жерде. Демек, мына жерде квадрат болса, бұл қысқарады, және де біреуі қалады, тағы да. Екен осындайдан екеу ғой, 4 минус 3адан. Осының біреуі қалады, және де 3а плюс 4 қалады. Ондай вариант бар ма бізде? Асты 4 бөлімі 4 минус 3а болу керек екен. Және бөлшектің алымында минус деген болу керек екен. Так, 4 минус 3а. 4 минус 3а жоқ. Демек, біз енді осыны түрлендіреміз. Яғни бұл минусты бөлшектің бөліміне кіргіземіз. Ол кезде 3а минус 4 дейміз, ал бөлшектің алымы өзгеріссіз қалады. 3а плюс 4-ке, иә? 3а плюс 4-ке. Себебі мына минусты кіргізіп жібердік қой бөліміне. Енді осындай вариант бар ма? Қарастырайық. Асты бөлімінде бізде 3а минус 4-ке тең болу керек. Так, 3а минус 4 міне келіп тұр. Және 3а плюс 4-ке алымы, иә? 3а плюс 4 бөлінген 3а минус 4 келіп тұр. Вариант Б болды. Так, келесі есеп. Дүкенде дейді, майдың 1 килограммы 1200 теңге. Зейнеткерлерге май сатып алғанда 12% жеңілдік жасалады. Зейнеткер 1 килограмм май үшін қанша ақша төлейтін анықтаңыз. Өте қарапайым есебі, тек қана арифметика қолданамыз. 1200 теңгеге ол 1 килограмм май алады, оған 12% жеңілдік көрсетіледі екен. Яғни біз бұны табу үшін 1200-ді көбейтеміз 0,12-ге. Яғни оған қанша пайыз жеңілдік жасалатынын табу үшін, иә? Бізде шығады сонда қанша? 1000, так, 0,12-ге көбейтеміз. Бізде 100-ге бөлеміз, 12 шығады, оны 12-ге көбейтеміз, яғни 144, сонда бір зейнеткерге 1 килограмм май үшін 140 теңге жеңілдік жасалады екен. Ал енді зейнеткер 1 килограмм май үшін қанша ақша төлейді? Яғни жеңілдіксіз қанша ақша жеңілдік жасалады? 12%, 140 теңге. Демек, ол қанша теңге төлеу керек енді? 1200 емес, одан азайтамыз 140 теңгені. Қанша қалады бізде? 1000, 44, нектан қанша? 50, 1056, иә? Бұндай вариант бар ма бізде? Так, 1156 емес, 1056 вариант Б болды. Себебі екеуін қосқанда бізде 100 на екеуі 1200 болады. 1056 болды.
Так, келесі есеп теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл жерде сіздерге беретін кеңесім осындай кезде ең бірінші оңайынан бастаған дұрыс. Мына жерде қараңыздар. Квадраттық теңдеу және де x пен y бір бөлшекте қиын, иә? Демек, мынадан бастайық біз. X бөлінген y азайтылған. Так, 1 ол плюс болып өтеді. Бірден жаза салайық. Плюс 1 минус 9-дан 5 дейді, иә? Ол дегеніміз не? 9-дан 4 деген сөз емес пе? 9-дан 9 дейміз. 9-дан 5 азайтсақ, 9-дан 4 шығады. Енді қараңыздар, x бөлінген y тең 4 бөлінген 9-ға, иә? Демек, x-тің мәні 4, y-тің мәні 9 деп қарай салуға да болады. Енді осындай вариант бар ма бізде? 4-те 9 деген, міне, v варианты кеп тұр өзі. 4-те 9, мынаны шығармайық, бірден таба салдық. Ал егер 4-те 9 емес, мысалы ол қанша болуы мүмкін? 8-ден 2 көбейту, яғни 18 деген секілді мән болуы мүмкін. Бізде біз екіншісін шығарамыз. Ол үшін біз x пен y-ті жеке алып, мынаның ішіне қойып көреміз. Ал енді біз дұрыс еместігін тексере салайық. X-тің орнына 4-ті қоямыз. 16 қосылған 9 бөлінген 4-ке тең қанша шығады? 16-ға 9 қоссақ бізде 25 бөлінген 4-ке, иә? Енді осыны араласқан күйінше жазайық. Ол дегеніміз 24 4-ке бөлсек 6 шығады. 6-дан 1 қалдық қалады, иә? Міне 6-дан 6,4-тен 1 шықты. Міне орындалды, иә? Демек, вариант В дұрыс екен. 4 9 деген. Келесі есеп, мәні 3 пен 4 аралығына тиісті өрнекті көрсетіңіз дейді. Так, 3 пен 4-тің бұның ішінде бүтін мәні 4 шығу керек. Так, қайсынан 4 шығады? Қарай салайық. Мынадан 2-ден 5, 2-ден 3 дәрежелер азайтылады. 2-нің 2 дәрежесі, иә? Тең 4-ке. Бұл вариант В дұрыс болады, А дұрыс болады. Енді вариант В. Кез келген сан 0 дәрежесі 1-ге тең қосылған. 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі, яғни орын ауыстырады бөлшектің алымы мен бөлімі. Міне 4 болады екен. Бұл да орындалады екен, вариант В. Яқы жазып қоя салайын. А, В. Келесі 2-нің 2 дәрежесі дейді. Ол 4-ті береді. Қосылған 1 болады. Және азайтылған 2 болады екен, өйткені минус 1 дәреже ғой. Бірақ бізде ол 5, 5-тен 2-ні азайтсақ, бізде 3 деген жауап болады, иә? Бұл келмейді екен. Сіз қоя салайын. Келесі 3-тің 3 дәрежесі, мынау 3-тің 3 дәрежесі 27. Так, бөлінген. Так, бұны бұлай жазған ыңғайлы бізге. Так, бөлу болғандықтан азайту болады, яғни 3 азайтылған минус 4, яғни 3-тің 7 дәрежесі болып кетеді ол кезде. Көбейтілген 18, бұл бізде 4 шықпайды, иә? Бірден сіз салуға болады. Келесі мынау. Бұл жерде 2-нің 3-ті, так, 3-тен 2 дәрежесі, екеуі көбейтіліп 3 пен 3 қысқарады. Бұл жерде. Демек, 2-нің 2 дәрежесі қосылған 2017-ның 0 дәрежесі, яғни 1-ге тең, иә? Ол 5 болады. Бұл да керек емес бізге. Келесі 8 болады. 8-ден 1-ді азайтсақ 7 болады. Бұл да керек емес. Келесі. Так, 2-нің 4 дәрежесі бізде 16-ға тең. Азайтылған 3 көбейтілген 4-ке, иә? Ол бізде 12-ке тең. 4-ке тең. Ол 3-ке көбейтсе 12. Сонда 16 минус 12 бізде 4-ті береді екен. Вариант G. Жазып қоямыз. Келесі 81-дің 2-ден 1 дәрежесі, яғни 81-дің түбірастысы. Бұл дегеніміз бізде 81-дің 2-ден 1 дәрежесі азайтылған 9-дың 2-ден 1 дәрежесі. Ол дегеніміз 81-дің түбірастысы 9-ды береді, 9-дың түбірастысы бізде 3-ті береді. Ол 6 деген жауап береді. Бізге керек емес. 3 вариант шықты. А, В, Ж. Осымен бүгінге біз ұбт-да келген, яғни шын ұбт-да келген математика пәнінің сұрақтарын талқыладық, барлығын жауабын таптық. Назарларыңызға үлкен рахмет. Және де енді біздің онлайн білім беру орталығымыздың курсы жайлы айта кетейін. Біз сабақтарды онлайн өтеміз. Бізде математикалық сауаттылығы пәндерінен курс бар, онлайн курс. Яғни ол курс бар болғанда 1 ай өтіледі. 1 айдың ішінде біз барлық тақырыпты өтеміз. Сонымен қатар нұсқа талдау болады. Яғни сіз барлық тақырыпты түсінесіз, нұсқаны талдайсыз, одан кейін шын ұбт-да қиындық көрмейсіз.
біздің барлық сабағымыз тікелей эфирде өтеді, онлайн өтеді, өзіміздің платформамызда өтеді, және де аптасына бізде 2 сабақ болады. Әр сабақтың ұзақтығы 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағат, ол әртүрлі болады, яғни тақырыптың қиындығына байланысты. Кері байланыс міндетті түрде алынады, сабақ сақталынады, оны запистен көре аласыздар, үй жұмысы беріледі. Түсінбеген жағдайда үй жұмысына сабақ барысында және де қосымша видео сабақ ретінде де түсіндіріледі. Және де біз барлық тақырыпты қамтып үйретеміз, яғни ұбт-да 5-ші, 6-шы, яғни 5-тен 11-ге дейінгі сыныптардың арасында тақырыптар келеді, соларды біз үйретеміз. Және де математика пәнінде мынандай тақырыптар бар. Бұл негізгі тақырыптар. Бұмен қосымша сабақтың ортасында, сабақтың соңында, курстың соңында тағы қосымша тақырыпшалар болады. Яғни ол кейбір ұбт-да келетін мәтіндік есептер секілді олар да өтіледі. Бұл жерде логарифм, тригонометрия, интеграл, туынды, геометрияға қатысты есептер, модульге қатысты теңсіздіктер, функция, лимит, прогрессия секілді тақырыптар қамтылады. Және де комбинаторика бар бонус сабақ ретінде. Егер осындай біздің курсты, онлайн курс сатып алатын болсаңыз, осындай тақырыптарды түсіне аласыз. Яғни 5-ші, 11-ші сынып арасындағы барлық тақырыпты үйретеміз, нұсқа талдаймыз. Яғни математика пәні бойынша дайын бола аласыз. Қазіргі негізгі бағасы біздің математика пәнінің ол 1 айға 9.900 теңге. Ал бірақ сіздерге дәл қазір жеңілдік бар. Яғни 7.900 теңгемен жазыла аласыздар. Ол үшін мен сіздерге қазір презентацияның соңында өз номерімді көрсетемін, соған тікелей жазсаңыздар болады, немесе біздің ubtmax.kz сайтына өтіп, жазылу батырмасын басып өтсеңіздер де болады. Жалпы негізі 7.900 теңге деген бағаға не кіреді? Ол 8 сабақ, әр сабақтың ұзақтығы бар, қосымша видео сабақтар бар, яғни 22-25 сағат деп есептеуге болады. Демек 1 сағат 316 теңге. Бұлай қарасаңыз, сіз репетиторға барып 1 сағатын сатып алатын болсаңыз, маған 1 сағатта мынандай тақырып үйретіңіз десеңіз, сіз кем дегенде 2.000 теңге төлейсіз, 3.000 теңге, 4.000 теңгеге дейін барады, Ал бізде 1 сағат 316 теңге бар болғаны. Сонымен қатар үй жұмыстары беріледі. Олар түсінбеген жағдайда түсіндіріледі, Сіздерге видео сабақтар болады. Сонымен қатар сабақта өткен бүкіл тақырыпты, мысалы кешке таман сабақ өтсек, ертесіне кейбір тақырыпты түсінбей қалсаңыз, оны қайталап көре аласыз. Сізге міндетті түрде сілтемесін жіберіледі. Соны қайталап көре аласыздар. Және де бір ескеретін нәрсе, бұл курсқа орын саны шектеулі. Яғни біз әр курста, әр топта оқушылардың саны шектеулі. Себебі біз барлығымен кері байланыс алу үшін әр топта аз оқушыдан аламыз. Егер де үлгеріп жазыламын десеңіздер, дәл қазір осы видеоны көріп болғаннан кейін міндетті түрде маған жазыңыздар. Мен сіздерді топқа тіркеймін, және де қосымша ақпарат беремін. Естен шығармайтын нәрсе, орын саны шектеулі. Өте қолайлы баға, бар болғаны 7.900 теңге. Дәл қазір мен WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. 771-337-3918. WhatsApp-ма жазып, есімім Бағдат ағай, мынандай сұрақтарым бар деп жазсаңыздар, мен сіздерге толық ақпарат беремін. Курс жайлы толық ақпарат бере аламын. Ал егер ата-аналарыңыз түсінбей жатса, қарсы болып жатса, менің номерімді бере аласыздар. Міне біздің ағай деп, мен ата-анаңызға да қосымша ақпарат бере аламын. Ата-анаңыз да мен тікелей WhatsApp-ма немесе маған тікелей қоңырау шалса болады. Және де осымен біздің бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет.